құрметті футбол сүйер қауым, Қазақстан Республикасының футболдан екінші лига аясындағы кездесу алғашқы тур және бізді тамаша кездесу күтеді. Бұл SD Family жастары елордалық Жеңіс командасының жастарына қарсы өнер көрсететін болады. Дидар Сыдықбек атындағы арена, бұл кереметті жаңадан салынған стадион, спорттық құрылым десек те болатын шығар. Және бүгін солтүстік шығыс аймағындағы кездесулер бастап алатын болады. Жалпы екінші лига аясындағы алғашқы тур бізді керемет маусым күтеді. Біраз клубтардың жас қатары ойнайтын болады және дәл бүгін SD Family Жеңіс арасындағы кездесу. Комментаторлық қызметте бұл ойында мен Еркебұлан Амангелді, әріптесім Дидар Есемов және командалар құраммен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаң иелері рөлінде бүгін SD Family түсінікті жағдай. Қақпада бірінші нөмірлі Алихан Мұнарбаев, ол команда капитаны. Ары қарай Ибрахим Нұрғали 4-ші, Нұрмахан Жұмабаев 18, Бақытжан Анарбай 29, Әбілмансұр Күкен 30-ші, Тамерлан Ермек 37, Рахат Төлеген 55, Жансұлтан Сейдуалиев 71, Ерназар Дүйсеков 88, Ернияз Тілеулес 90-ші нөмірде өнер көрсетеді және Айдос Әскерғали 96-ші нөмірде. Бас бапкер Жақсылық Ермұғамбетов және Жеңіс командасының құрамымен әріптесім Дидар таныстырады. Ну что, здравствуйте, друзья! Открываем первенство второй лиги матчем SD Family молодежки против молодежки Женеса. Матч проходит в столице нашей страны. И на новенькой Сыдықбек-арене, именно так, домашний стадион SD Family называется в честь дедушки Дидара Сыдықбека, как я понимаю. Будем наблюдать за этой встречей, будем погружаться в перипетии второй лиги. Закончу с протоколом. Ну и давайте быстренько к составу молодежки Женеса. В воротах Владислав Саенко, номер 35. Далее капитан команды Мирас Кайратов, 96-й. Следом 9-й Хамза Ягуди, 17-й Альдаир Адилов, 21-й Батырхан Камарадинов, 55-й Алишер Бекжанов, 61-й Ярасыл Саликов. Санжар Жуманов, номер 65-й, Фархат Жагупаров, 69-й, Нурсултан Арыстанов, номер 94-й, 97-й Миржан Курманов. Главный тренер Азат Мырзагалиев. Довольно ветрено в предместьях Астаны сегодня. Отсюда и такое соответствующее звуковое сопровождение. Но будем надеяться, матчу это не сильно помешает. Для команд принципиальное противостояние. В общем-то, это дерби. Молодежка SD Family, я думаю, стремится демонстрировать, способна на равных конкурировать с молодежками клубов, которые имеют исторические серьезную репутацию. Наверное, все-таки про обновленный Женес с точки зрения исторической говорить не приходится. Тем не менее, поклонников у данной команды в столице предостаточно, но как вы знаете, обрастает новым поколением болельщиков, в том числе благодаря медиасопровождению данной команды. И у коллектива имеется и свой медиафутбольный клуб, есть, в общем-то, достаточная, скажем так, медийная инфраструктура для того, чтобы все новых и новых фанатов себе находить. Но сегодня, безусловно, чисто по-футбольному будем
будем рассматривать эту встречу. Сейчас стандарт для Жинеса. Заброс в чужую штрафную. Футболисты СД мяч выносят. Удар следом от Миржана Курманова. Но удар не самый сильный. Алихан Нарбаев на месте. И мяч уверенно в руки забирает. От ворот через пас хозяева разыгрывают. Неплохо вышли в центр. Сейдуалиев ошибается. И около чужой штрафной мяч себе футболисты Жинеса отобрали. Навес в штрафную. Удар выше ворот. В сантиметрах от перекладины пролетает мяч. Было довольно опасно. Нельзя ни в коем случае ошибаться в переходных фазах и позволять сопернику отбирать мяч чужой штрафной. Но игры между молодежными командами зачастую подобным грешат. Вот сейчас с офсайдной камеры наблюдаем за этим повтором. Классный наброс на границу вратарской. И отличная ведь была возможность у Хамзы Якуди забить в этом эпизоде. Точность подвела. Адилов через правый край. Ярасыл Саликов на мяче был. И дальше угловой. Жинес зарабатывает. Ну и теперь со стандарта есть шансы создать угрозу чужим воротам. У мяча Санжар Жуманов. Да, будет прямой навес в штрафную. Вот он последовал, но не точно. Похоже, метил прямой удар в сторону ворот. Сухой лист пробовал забить Санжар. Возможно, даже ветер немножко помешал. Алғашқы стандарт жағдай бар. Енді SD Family өз шабуылын өрбітіп көруге тырысады. Жеңіс алғашқы 5 минутта меніңше қарқындырақ өнер көрсетіп жатқандай. Шабуылды жаудырып жатыр. Дегенмен мәнді бір толыққанды шабуыл тек қана бағанағы баспен соққы бағыттаған сәтте байқалған еді. Қайталап көрсетіп жатыр. Ойын тәртібі бұзылған сәтті. Ойын тәртібі бұзылған Бақытжан Анарбай болған еді. Оң қаптал арқылы тағы да Жеңістің кезекті шабуылы жалғасуы мүмкін. Бұл тұста қорғаныс шебіне жетті доп. Сол қаптал арқылы әуелеген пас қателік болып кетуі әбден мүмкін еді. SD Family қорғаушыларының тарапынан абырой болғанда Айтур доп сақтап қала алды. Тағы да бір әуелеген пастардың бірінде Жеңіс ойыншылары жеңімпаз болып шықты. Айдос Әскерғали қателесті. Қазір әуелеген пас мүмкіндік және бір-бірін түсінбей қалды бұл тұста Алихан Мұңарбаев әріптесімен бірге және сол олқылықты голға айналдырып жіберу әбден мүмкін еді. Батыхан Қамарадинов жойқындық жетіспеген секілді. Бұл тұста әйтпегенде Жеңістің осы маусымдағы алғашқы голын Камарадинов өз еншісіне жазып кетуі мүмкін еді. Адилов әріптесіне, бұл тұста Нұрсұлтан Арыстанов сол қапталға. Бекжанов үлгергендей көрінген, дегенмен доп аутқа кетіп қалды. SD ойыншылары допты ойынға қосатын болады. Атап айтсақ Ибрахим Нұрғали. Ауттан доп ойынға оралды. Және ендігі тұста Саенко арқылы оң қапталға мүмкіндік тамаша. Сол қапталдан шабуыл басталғандай көрінген еді. Бұл жерде Әділов, Альдаир. Оң қарсы Әбіл Мансұр Көкен қазір сауатты ойнап отыр. Және енді қақпадан Алихан Мұңарбаев допты ойынға қосатын болады. Тағы да бір ұзын сонар пас. Бұл тұста Сейдуалиев доппен
Жансұлтан доп сақтап қала алмады, алаң жегінен асып кетті. Енді қонақтар допты ойынға қосатын болады. Кездесу Астана қаласында өтіп жатыр. Түсінікті Сыдықбек Арена және жеңістің де белгілі бір жанкүйерлері бар көрінеді трибуналарда. Үлгермеді қазір. Камарадин допқа жетіп, енді қақпадан Мұнарбаев допты ойынға қосатын болады. Команда капитаны Алихан алға қарай пас мүмкіндік және ізді ойыншылары ойын тәртібі бұзылды. Әрине жылдам шабуылға шығып кететіндей мүмкіндік болған еді, дегенмен бұл тұста бас төреші Кирилл Ткачевтың ысқырығы естілді. Кирилл Ткачев өзі Алматы қаласының тумасы. Біраз жылдар бойы Алматы футбол федерациясының төрешілер тізімінде болған еді. Осыдан 6 жыл бұрын Астана қаласына көшіп, сол жақта өзінің мансабын жалғастырды және мінекей қазір 2-ші лига аясындағы кездесулердің бас төреші рөлінде. Кирилл мырза өзімізде алаңда жүрген кезде талай мәрте төрелік еткен еді. Оған көмектесетін Нұрсұлтан Ескенов пен Фарход Жонташметов. 4-ші төреші Эмиль Гариев, ойынның инспекторы болып Бағдат Түсеев тағайындалған. Бұл азаматтарды айтып қоюымыз қажет, әрине міндетті түрде. Және Алихан Мұнарбаев допты қолына қағып алды. 10 минут өтті, құрметті көрермендер. Әзірге жеңіс командасы ойын үрдісі бойынша сенімдірек көрінеді, дегенмен ойынның есебін ашуға әлі ауқаты жеткіліксіздеу болып тұр. Да, и за стартовый отрезок Женес выглядел поубедительнее именно в атаке. Однако до гола дело не доходило, а вот здесь удар и гол. 1-0, Женес выходит вперед. Буквально из ничего здесь сумели создать момент. Если я не ошибаюсь, Камарадинов сейчас замыкал эту атаку. Батхан, действующий под 21 номером, выскочил 1 в 1 против вратаря и великолепным плотным ударом открыл счет в этом матче. Вот здесь, посмотрите, передача из глубины, здорово подработал и против 3 защитников вел единоборство. Вот здесь 2 прошел, ну и дальше на подстраховке был игрок, но успевает Камарадинов пробить и открывает счет в этом матче. 1-0, Женес выходит вперед. В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом матче все завершилось со счетом 2-2. Ну а в ответной встрече уже на домашней для Женеса арене SD Family обыграл соперника 2-1. А вот здесь второй гол залетает. Вот это да. Вот это да, друзья. Что за 2 минуты у нас, Еркебулан? Камарадиновтың дублі жоқ жерден Батыхан қазір SD Family қорғаушыларының қателігін пайдаланып кетті және 2 минутта 2 гол. Камарадинов осы маусымда жеңістің үздік ойыншылар қатарынан табылатындай бір өнер көрсетіп жатыр. Ну и какая ошибка вратаря. Просто невероятно. Не самый плотный удар получился у Камарадинова, но здесь Алихан Мұнарбаев в ситуации, когда должен спасать, пропускает, и за 2 минуты Камарадинов становится автором дубля и таким образом выходит вперед в бомбардирской гонке. Да, во второй лиге пока что лучший бомбардир играет в составе Женеса. Но если учитывать, что лига только стартовала, и мы с вами смотрим 13-ю минуту одного из первых матчей. У нас несколько игр параллельно сегодня. Ну и вот противостояние SD Family и Женеса, точнее молодежных коллективов.
коллективов этих команд. Одно из первых. Ну что, 2-0, и теперь SD Family надо задумываться о том, чтобы соперника напрячь. Стандарт заработали, навес чужую штрафную, до удара дело не доходит. Выносится мяч защитниками. Кто же заберет подбор? Жесткая борьба перед штрафной площадью Жинеса. Дальше последовал вынос, и там, кажется, сразу два игрока на газоне. Надо быстренько Кириллу Ткачеву узнать об их состоянии. Нет, все в порядке. Поднимается Абельмансур Кукен. Хотя вот здесь неприятный стык был. Ну и дальше SD Family аут у собственных ворот разыграли. Рахат Толиген пасовал назад. Ну и сразу заброс неплохой по флангу. Удастся ли угловой здесь заработать? Нет, от ворот показывает Лайнсмен. Не справился в этой ситуации Ерназар Дюсеков. С владением. Ну и будто бы яркой вспышкой, да? Согласитесь, с 10 по 12 минуту у нас отрезок выдался. Дубль Камарадинова. И Жинес уже уверенно в счете ведет. Потеря в центре поля. Однако быстро себе владение гости возвращают. Еще один заброс в направлении штрафной. Там последовал рикошет, и будет корнер для гостей. Жеңістің тағы да бір есепті еселейтін мүмкіндігі. Және дәл қазір стандарт жағдайды орындауға дайын тұрған Мейіржан Құрманов. Мейіржан әуелеген пас жақын бұрышқа, әлі де қарбалас сәт жалғасады дегенмен бұдан нәтиже шықпады. Бұл тұста енді қақпадан сол қапталға және ойын тәртібі бұзылған жоқ деп есептейді Ткачев. Яғни жалғастыруға болады. SD доппен пас алмасу, қазір жұмсақ пас Нұрмахан Жұмабаевтың тарапынан. Және қателік енді SD-нің шабуылы. Камарадинов Батхан 16 минуттың ішінде хет-трик жасап кететін болса, онда бұл жалпы екінші лиганың тарихына келетін кездесу болып кетуі әбден мүмкін еді. Батханның бүгін хет-трик, кем дегенде хет-трик жасайтын әлі де 70 минуттан аса уақыты бар. Себебі дәл қазір ол дубль авторы. Оң қапталға ұзын сонар пас дегенмен жойқындау болып кетті. Бұл тұста Ерназар Дүйсеков, Ернияз Тілеулес сынды жігіттер үлгермеді. Желдің де әсері бар, Дидар айтқан болатын эфир басында. Жалпы тек қана осы дыбыстың ғана әсер емес, міндетті түрде әрине бірінші кезекте бұл футбол сапасына қаншалықты әсер ететіндігін байқап отыратын боламыз. Диагонал кездеріндегі доптың шу бағыты мүлдем жойқын түрде, жылдам түрде өзгеріп кетуі әбден мүмкін. Соққы кезінде де мұның өзі әрине қақпашыларға белгілі бір түрдегі қолайсыздық алып келетіндігі сөзсіз. Ауттан бұрыштамадан кешірім өтінем, Мейіржан Құрманов. Бұрыштамадан допты ойынға қосатын болады. Әуелеген пас, мүмкіндік соққы бола ма? Соққы әлі де жоқ секілді, бұл тұста пас еді. Және SD қорғаушылары қауіптің бетін қайтарды. Айбалаңнан шығарып жіберді допты.
Арстанов. Ортадағы әріптесіне. Әлшер Бекжанов. Сол қапталдан шабуылдар қауіпті болып жатыр деп айту қиын. Дегенмен енді Камарадиновтың екінші голы сол қапталдан келген еді. Бірақ әділетті болуымыз қажет. SD Family қорғаушыларының қателігінен пайда болған Камарадиновтың екінші голы. Нақты арғы қапталдан өрбіп келген шабуыл деп айту қиын. Сондықтан да дәл қазіргі шындық біреуі бұл оң қапталдағы қауіп төніп тұрған. SD Family үшін жеңістің тарапынан Альдаир Адилов тамаша ойнап жатыр. Камарадинов та оң қапталға ойса көп орналасады мысалға осы бір тұста. SD ойыншылардың тараптан кеткен екен деп Адилов. Қауіпті. Батхан Адилов болған бұл тұста жойқын пас және гол көріп кетуі әбден мүмкін еді Фархат Жагупаровтың тарапынан. Әзірге Хамза Якудида байқай алар емеспіз. Айбалаңда қауіп төндіру қажет. Ойыншылардың бірі және бірегейі жеңіс тарапынан. Қазір доп жол-жөнекей Тамерлан Ермектің бетіне тиіп ұшып кеткен екен, яғни бұрыштама добы. Кезекті бұрыштама. Әуелеген пас. Альдаир жоқ. Соққы бағыттауға мүмкіндік бермеді SD. Ойыншылары енді қарытта шабуылға шығып кетуге болады. Қазір алаң иелеріне Бекжанов. Ешбір тәуекелге бармай, допты аутқа қарай жойқын соққымен шығарып жіберді. Ендігі тұста SD шабуылдау мүмкін еді. Жеңіс шабуылда дегенмен қонақтар әзірге сенімді түрде ойнап жатыр. Допқа елі кетуі, қорғаныста шабуылға шығып кеткен жағдайларда. Мұның барлығы да әрине жеңістің бұл маусымға деген дайындығының бірден бір белгісі және үлгісі. 20 минут артта қалды құрметті көрермен. 0-2 Камарадиновтың дублі әзірге жеңіске жеңіс сыйлап отыр. Ну что, в атаке гости. Сейчас попытка заброса через фланг, но здесь не успевает передачу партнер по команде. Да, дубль Камарадинова, наверное, логично с учетом того, что один из немногих игроков на поле, у кого был дебют в премьер-лиге в ноябре 2024 года. Дебютировал он в майке взрослой команды в матче против туркестанского Турана. Ну и, безусловно, сейчас один из лидеров молодежного состава Жинеса. Не всяких сомнений. Камарадинову 19 лет. Родился он в феврале 2006 года. 28 февраля, если быть точным. А у нас пауза. Прозвучал свисток Кирилла Ткачева. Нарушение правил с вами увидели. Ой, да чужой штрафной Жинес красиво добрался. И что там, 3-0, если я ничего не путаю. Да, 3-0. Ну и что, опять Камарадинов? Хэт-трик, что ли? Вот это да! Вот это результативность. Я думаю, вновь привлечет внимание тренеров главной команды Батыхан своим перформансом сегодняшним. Ну и справедливости ради скажем, что оборона SD Family выглядит совершенно неубедительно сегодня. Вот так за полтайма Жинес уже учиняет разгром.
С другой стороны, для нейтральных зрителей этой встречи любо-дорого наблюдать за результативным матчем в рамках наших внутренних первенств. Вообще, как мне кажется, такая тенденция наблюдается и в казахстанской премьер-лиге. Один из самых результативных туров мы с вами посмотрели в минувший уикенд. И многие, конечно же, связывают это с тем, что в целом уровень футбола, скажем, стал пониже, меньше качественных легионеров. Тем не менее, можно это связать и, например, с тем, что с гораздо большим желанием местные футболисты играют за свои команды. И в целом в мировом футболе идет тенденция действовать в атакующей манере. И мы отходим наконец-то от той самой ментальности, что главное результаты, от защищаться как-то всей командой. Нет, надо играть вперед, надо играть в футбол ради болельщиков. И болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть красивые голы. Не в последнюю очередь. СД с мячом на своей половине. Длинный заброс по флангу. Здесь некому зацепиться. Ну, как будто в небольшом нокдауне находится команда. Никак не могут они прийти в себя после тех двух эпизодов за 2 минуты и дубля Камарадинова. Хотя предпосылки были и на старте. И Жеңіс сегодня играет гораздо острее. Адилов. Центр отдает. Ну и вот гости совсем без суеты. Спокойно держат мяч на своей половине. Но не то, что задачу выполнили. Задачу перевыполнили, как мне кажется. По крайней мере, на первый тайм. А здесь Камарадинов вновь зацепился. Дальше делать передачу партнеру. Может быть, стоило самому завершать. Но нет, решил выкатить пас на Миржана Курманова. Однако удара не состоялось. Покер көреміз бе деп бір қуанып қалып едім. Дегенмен Камарадинов бұл тұста нәтижелі паспен көзге түскісі келген еді. Мұнысынан нәтиже шықпады. СД доппен ауттан Бұлғарыны ойынға қосатын болады. Алаң иелері камбэк жасайды, ойынға толықтай орала алады дегенге сену қиын. Бұл тек қана ойынның нәтижесіне, таблодағы көрсеткішке ғана байланысты емес. Жалпы алаңда болып жатқан ойын сапасы. SD Family әзірге маусымға дайын емес секілді. Әлде жеңістің бір бас жоғары болғандығы ма? Әрине, бұны келесі кездесулерден анықтап байқап көретін боламыз. Дегенмен алдыңғы маусымда бір тең нәтиже, бір жеңіс жұлып кеткен SD Family дәл қазір ойының 27-ші минуты жүріп жатқан тұста 0-3 есебімен жеңіліп жатыр. Қазір алғашқы қауіпті соққы болғандай көрінген еді. Қиыс кетті. Осындай стандарт жағдайларды барынша орындауға болады. Мінекей әуелеген пастан кейін жақсы соққа бағыттаған еді қазір. Дүйсеков, Ерназар қателеспесем. Якуди соңына дейін таласты. Қазір Саенканы да қосып отыр ойынға. Владиславтың пасы әріптестеріне жетпеді, дегенмен SD жартылай қорғаушылар қазір ойын тәртібін бұзған екен екінші қабаттағы таласта. Яғни жеңіс ойыншылар допқа иелік ететін болады ендігі тұста. Оң қаптал арқылы Адилов, Альдаир өте керемет өнер көрсетіп жатыр ойын басталғалы бері. Қазір оң қапталда
Ай балаңна, жақсы, тамаша пас еді Ерасыл Саликовтың тарапынан. Дегенмен қазір соққы уақыттан Ерасыл қақпашыны да қағып кеткен еді. Соның нәтижесінде Алихан Мұнарбаев енді еркін соққымен айып добымен десек болатын шығар. Доптойын қосатын болады. Алға қарай пас жеткізеді. Тағы да мүмкіндік болған, дегенмен бұл тұста ойын тәртібі бұзылды Мирас Қайратовқа қарсы. Мирас команда капитаны. Тіреу жартылай қорғаушы рөлінде өнер көрсетіп жүрген. Саенко арқылы Владислав. Пас алмасу алға қарай. Және сол қапталдан, бағана да айтқан әңгіме еді ғой. Сол қаптал арқылы әзірге жүйелі түрде шабуылға шығу мүмкін болмай тұрған секілді Азат Мырзағалиев шәкірттеріне. Ал енді жеңіс тарапынан тек қана бір қаптал осалдау болып тұрса, SD Family мүлдем шабуылға шығалар емес. Жеңісті ойыншылардың сауатты қорғана білуінен бөлек, SD-нің өзінің жалпы қарапайым пас беріп, қарапайым шабуылға шығуының өзі қиындау болып тұр. Салықов, Ерасыл ортаға қарай. Кімрадинов болған. Қайтадан оң қапталға пас жетті. Салықов, Ерасыл әріптесімен Якуди болған бұл тұста. Алдаир Адилов. Алдаирдің сол аяқпен жұмсақ қана жеткізген пасы. Әрі қарай талас. Бұл тұста Батхан, қайтадан Адилов. Алдаир не істейді? Жоқ, топ жоғалтып алды. Өкінішке орай қорғаныста тамаша Әбілмансұр Көкен ойнап отыр. Әбілмансұр енді өз командасының шабуылын бастап көрге тырысады. Ал Алдаирдің ойын тәртібі бұзған сәті Ткачевтың ысқырығы естілді. Енді SD кезекті шабуылын өрбітіп көреді. На коротке разыграли здесь, и последовала передача Алихана Мұнарбаева. Капитан дальше на ближнего отдает, и отсюда заброс. Чаще пытаются атаковать SD Family через правый край, но вот эти передачи из глубины порой до адреса не доходят. Вновь аут. Адресный вброс получился здесь против сразу нескольких соперников. Пошел в обводку Айдос Аскергали, но в итоге нарушил правила. Смотрим еще раз. Да, двух соперников прошел, но далековато от себя мяч отпустил. И здесь на подстраховке Нурсултан Арстанов здорово сыграл. Арстанов, кстати, выступал за команду Астана 2007 в рамках QG лиги. Также действовал на позиции защитника. Вот сейчас в молодежке ЖНСа играет, сам 2007 года рождения. Что парню в апреле исполнится уже 18. В конце этого месяца, 22 апреля, день рождения у Арстанова. Ну и пока сегодня очень неплохо действует не только Арстанов, но и в целом оборона ЖНСа.
играет, ну, не то чтобы безупречно, да, но, по крайней мере, ошибок не допускает. Так, вопросы к Жагупарову возникли у Кирилла Ткачева. Внушение сделал главный арбитр встречи. Да, передачи назад. Ввели мяч в игру гости. Адилов. Даир отдает в центр. Здесь Жагупаров и через вратаря. Решили подключить Саенко к розыгрышу. Держится мяч у Жеңіса. Плохой заброс. Саликов. Через Жагупарова. Идет подсказка с скамейки играть вперед. Но вот решили через левый фланг организовать атаку. Атака не прошла. Но мяч все еще остается во владении Жеңіса. И Рассел. Попытка немножко на себя выманить игроков SD Family. Вот сейчас побежал прессинговать Махаджан Нарбай. И в итоге заброс по флангу. Аут около чужой штрафной. Жеңіс заработал. Расхайратов. Аут разыграл. Мяч в районе центрального круга. И Рассел. Саликов направо отдает, сам бежит открываться. Да, в общем-то, все очень здорово сейчас делают игроки Жеңіса. Со стороны это может выглядеть довольно скучно, однако игра по счету абсолютная. Мяч забрали себе, ничего не позволяют сопернику. При этом ведут в счете 3-0, и все у Жеңіса под контролем. Вот сейчас до чужой штрафной дошли, правда. До удара дело не доходит, еще и аут для SD Family. Қорғаныстан енді асықпай ғана шабуылға шығып көреді. Қазір осы бір ауттан кейін SD ойыншылары бірінші кезең аяқталмай жатып, есеп айырмасын қысқарта ала ма? Міне сұрақ Ермағанбетов шәкірттері. Әзірге мұндай көріністі көре алар емеспіз. Жеңіс қазір еселеп кетпесе, SD-нің есеп айырмасын қысқартуы екі талай секілді. Қорғаныстан қиындықтарға тап болып шығып жатқан SD қазір енді мүмкін стандарт жағдайларды пайдаланып па есеп айырмасын қысқартса жақсы болар ма еді деп қоям. Өз ойым. Бірақ Жеңіс жігіттері ондай мүмкіндікті оңайшылықпен беріп қоймайды ау. Еңбекпен салынған Камарадинстің хет-тригінен кейін. Түсініксіз пас. Саенко. Пас алмасу, тағы да пас. Қайратов. Мирас. Жоқ, әріптесіне пас өтпеді қазір. Мирастың дегенмен аут арқылы допты ойынға қосады. Жұманов қазір. Жагупаров та бар, Якуди да бар еді. Және түсініксіз тұстағы қақтығыс. Стандарт жағдай, мүмкіндік.
Дәл қазір жеңіс үшін әуелеген пас айвалаңына баспен соққы бағыттайтын мүмкіндік бар еді Ерасыл Салықовтың тарапынан, дегенмен оғанға дейін ойын тәртібі бұзылған екен. Әуелегі допқа талас кезінде және осымен бұл стандарт жағдайда аяқсыз қалды. Алихан Мұңарбаевта команда капитаны да бүгін өрескел қателіктер жіберді. Мұны ашық түрде айтуымыз қажет. Қақпашы бүгін Камарадиновтың екінші гол кезінде ондай жойқындай емес, соққының өзін қабылдай алмай қалды, өз ырқына бағындырып. Дегенмен бапкерлік штабтың капитандық қызметте жүргендігінің, негізгі құрамда шығуының барлығы да Алиханның жақсы деңгейдегі қақпашы екендігінің дәлелі шығар. Бүгін мүмкін осындай бір қателікке бой алдырғандығы келесі кездесулерде оған жігерлене ойнауына мүмкіндік берер, кім біледі. Жұманов ауттан допты ойынға қосады. Бекжановқа. Бекжанов допты жоғалтып алды. Тоқтаулар бізде көп емес, сондықтан да бірінші кезеңге ұзаса 1 минут уақыт қосатын шығар. Кирилл Ткачев жарақат алып ойын ұзақ уақытқа тоқтау алып жатқан сәтті көрмедік. Ал қазір Мирас Қайратов ортаға қарай Якуди есеп 4-0. Хамза Якуди осыдан 1 минут бұрын айтқан болатын. Хамза негізгі шабуылшы ретінде әзірге көріне алар емес деп мінекей өзіне келген мүмкіндікті толыққанды пайдаланды және тамаша соққымен есепті 0-4-ке айналдырып отыр. Дәл солай SD Family енді екінші кезеңде мұндай гандикаптан кейін таразы басын теңестіреді, немесе камбэк жасап жеңіске жетіп кетеді деп айту мүлде қиын. 0-4 бірінші кезеңнің аяқталуына 5 минуттай уақыт бар. Ну и опять же, да, вопросы к обороне SD Family молодежки. Вот так Хамза отпраздновал свое взятие ворот. Выкатили ему передачу прямо в чужой штрафной. Без проблем сумел переиграть он Алихана Мұңарбаева. 4-0. Уже за 40 минут, в общем-то, итог этой встречи выглядит будто бы решен. Женис выглядит на голову сегодня посильней. Ибрахим Нургали разыграл свободный передачей на партнеров. Оттуда заброс штрафную. И здесь не лучшим образом Бахытжан Анарбай действует. Не сумел он за мяч зацепиться. Да, атака SD Family совершенно без зуба сегодня смотрится. Саенко устанавливает мяч. Выносит далеко вперед Владислав. И здесь аут в пользу Жениса неожиданно. Последним мяча касался головой Нурмахан Жумабаев. Аут разыграли. Нарушение правил. Чужой штрафной от Джагупарова. Торопится SD Family. Но арбитр вернул мяч на исходную позицию. Нам повторяют эпизод с нарушением правил. Тем временем Женис уже владение себе вернул. И атака. Очередная. Около чужой штрафной. А здесь едва контрвыпад не проворонил. И как жестко въехал в соперника в борьбе за мяч Бахытжан Анарбай. Как бы там травму не получил Алишер Бекжанов. Сразу медбригада на поле. Да, желтую получает Бахытжан
Нарбай. Первая желтая в этом матче. Давайте еще раз на повторе рассмотрим. Ну вот здесь, да, в подкате выбивает мяч Нарбай. Нет, все-таки стык был жесткий, но не было намерения, скажем так, у Нарбая играть здесь в соперника. Ну и благо все в порядке. Алишер поднимается, сумеет продолжить эту встречу. Обошлось без травм в этой ситуации. Свободный Жинс разыграл выносом мяча далеко вперед. Защита лучше оборонялась в этой ситуации. А Нарбай мяч подхватил. Уже через полполя протащил Бахджан. Классная передача. Ну и до ударной позиции дело дошло. А вот сам удар наконец-то состоялся. Отдадим должное Ерназару Дюсекову. Доиграл эпизод до конца и до удара дело довел. Но ударил как совершенно просто по центру. Саенко мяч поймал. Және бірінші кезеңнің негізгі уақытының соңғы секундтары. Саенко қазір СДФ мейлі жоғары прессингпен көзге түскісі келеді ақ. Дегенмен жеңіс сауатты түрде бұл қысымнан шыға білді. Деген сәтте доп жоғалтып жатыр. Және қанша уақыт қосады екен? Аяқталды. 45 секунд. Мұқият тыңдасаңыздар. Сыдықбек аренаның жанынан өтіп жатқан пойыздың дыбыстары да керемет. Бір атмосфера сыйлап тұрғандай. Ал қазір. Аут. 1 минут уақыт қосылды. Дәл солай. Оның жартысы өтіп кеткен. Қалған жартысы бар. Жеңіс топпен тағы да бір аут. Және осындай микростандарттармен ақ бұл қосымша уақыт өтіп кететінде. Соңғы секундтардағы шабуыл жеңістің тарапынан жерлете па және корнер бұрыштама доба орындалатын болады. Бұл Батхан Камарадинов. Тағы да бір стандарт жағдайды алып келді. Ал Мейіржан Құрманов дәл сол бұрыштаманы орындайтын болады. Әуелеген пас Айбалаңына және 0-5 құрметті көрермендер. Хамза Якуди дубль авторы атанып отыр және Мейіржан Құрмановтың нәтижелі пасы Якудидің басы. Сонымен есеп 0-5. Бірінші кезең аяқталды құрметті көрермендер. Біз ойыншылармен бірге үзіліске және асыға күтетін боламыз екінші кезеңді.
Penaltı kim var? Açış. Нормально, да, Екатерина? Что там взял? Багай, минус 40.
15 подниму уже. Нормально ма? Диафрагманы түсірейін ба? 305. Как? Түсірдім. Сейчас, подожди. Рыгаем бы. Ага, что там? Плюс 48. Нурс Каражеш. Нет, сейчас плюс 50 стоит. Четверка. Рыгай плюс 50. Хорошо ты. Даник меньше. Плюс 50 Аргайн. Бгайн минус 37. Төртті қарап жүрсіз? Нұрс. Сонымен құрметті көрермендер, Асан футбол федерациясының YouTube арнасының тікелей эфирінде Қазақстан Республикасының футболдан екінші лига аясындағы алғашқы тур. Бұл солтүстік шығыс аймағы және дәл қазір Сыдықбек аренада өтіп жатқан кездесу. Бірінші кезеңнен кейін бізде 0-5 әйгілі Чайф командасының Чайф музыкалық тобының Аргентина және Ямайка арасындағы кездесу жайындағы бір ән еске түседі бұл тұста. Дәл қазір жеңіс 0-5 есебімен басымдыққа ие. Қазір өзгерістер орын алып жатыр. The Family сапында алаңда 4-ші орында 4-ші нөмірде өнер көрсеткен. Дәл қазір
бақылап көретін боламыз. Иә, Ибрахим Нұрғалидың орнына алаңға 70-ші нөмірлі Максим Стеблюков шығып отыр. 96-ші нөмірде өнер көрсеткен Айдос Әскерғалидың орнына алаңға 87-ші Даниял Досмұхаметов шықты. Және Алихан Мұнарбаевтың орнына қақпашы Алиханның орнына алаңға Әбілмансұр Төленді шықты. Мінекей осындай өзгерістер Алиханның бірінші кезеңдегі өткізген 5 голын бапкер кешірмеген көрінеді. Және жеңіс сапында да өзгеріс бар. Дубль автор атанған Хамза Якудидің орнына алаңға Диас Құралбаев шықты. Және осы тұста командалар құрамымен де таныстырып өтейін. Оның алдында еске салар бір жайт бар. Ол комментаторлар. Бүгін мінекей микрофонда мен Еркебұлан Амангелді және әріптесім Дидар Есемов. Алаң иелері SD Family қақпада Әбілмансұр Төленді 39-ші. Әрі қарай тізім бойынша Максим Стеблюков 70-ші тыңнан қосылған. Нұрмахан Жұмабаев 18, Бақытжан Анарбай 29, Әбілмансұр Көкен 30, Тамерлан Ермек 37, Рахат Төлеген 55, Жансұлтан Сейдуалиев 71, Ерназар Дүйсеков 88, Ернияз Тлеулес 90 және Даниял Досмұхаметов 96-ші нөмірде өнер көрсетеді. Бас бапкер Жақсылық Ермағамбетов, бас төреші кездесудің Кирилл Ткачев, ал ендігі тұста жеңіс командасының құрамымен әріптесіп Дидар таныстырады. Да, давайте, друзья, быстренько к составу Женеса, тем более нам уже и изменения еще раз про титровали. В воротах у Женеса Владислав Саенко, номер 35, далее капитан команды Мирас Кайратов, 96, вместо автора дубля Хамза Якуди, номер 79 Диас Куралбаев на поле вышел. Дальше 17-й Альдаир Адилов, 21-й Батхан Камарадинов, автор хет-трика сегодня. 55-й Алишер Бекжанов, 61-й Ярасыл Саликов, 65-й Санжар Жуманов, Фархат Жагупаров, 69-й Нурсултан Арстанов, 94-й и Миржан Курманов, номер 97-й. Аут для Женеса. Даже тяжело их называть гостями в этом матче с учетом того, как легко им удается сегодня забивать ворота соперника. 5 безответных мячей в первом тайме. Хэт-трик в исполнении Камарадинова и 2 гола от Хамза Якуди. Причем под занавес тайма последний забили. И тотальная доминация в первой половине за молодежкой Женеса. Вполне заслуженно в счете команда ведет. Каким будет второй тайм, интересно. Все-таки чувствуется, да, что футболисты соскучились по новому сезону и с большим энтузиазмом, скажем так, играют эту встречу. Однако сегодня в обороне совсем неубедительно выглядит SD Family. Опять же, ни в коем случае не умаляя заслуг нападения Женеса, скажем, что сегодня подопечные Жақсылыка Ермагамбетова действительно в обороне допустили несколько ошибок, которые, в общем-то, делать не должны. Ошибку Алихана Мунарбаева, также вспомним, кипера SD Family, который в эпизоде со вторым голом сыграл совсем неловко. Ну вот, и пока все на стороне именно Женеса. Нарушение правил около своей штрафной от SD Family. Опаснейший стандарт гости заработали. Еще раз смотрим. Да, здесь в подкате довольно грубо сыграл Абельмансур Кукен. Сумел сыграть мяч. Въехал в ногу соперника. И стягиваются футболисты Женеса в чужую штрафную. У мяча Санжар Жуманов. Вот рядом Миржан открывается под передачу. Нет, подошел к мячу. Похоже, Миржан будет исполнять. Нет. Урманов! Вот это да. Обманул Миржан
не меняя соперников. В итоге Санжар Жуманов пробил. Метил в ближнюю девятку, но немножко не попал. Теперь атака в исполнении SD Family. Заброс вперед. Здесь никого из адресатов этой передачи не оказалось. Поздно стартовал Жансултан Сейдуалиев. Вот сейчас Жансултан нарушает правила и получает желтую карточку. Жансултан полноценный воспитанник Академии SD Family. Именно оттуда привлекли его в основную команду. Выступает он с прошлого сезона. За молодежку SD. Ну а тем временем Жингас стандарт разыграл. Неплохой розыгрыш, кстати, по задумке. Вот замкнуть некому оказалось в этой ситуации. 5 минут второго тайма позади. Пока счет не изменился. Расымен де үйден бір дайындап келген. Керемет стандарт жағдайды орындау еді. Мүмкін сол тұста соққыда бақтап жүруге болар ма еді деген ой туындайды. Сейдуалиевтің қазір жоқ, Бақытжан Анарбайдың аяғынан кеткен екен. Ендігі тұста Жұманов допты ауттан қосады. Дәл солай Ирасыл Саликов. Және Анарбай сақтап қала ала ма? Жоқ, жылдамдығы жетпеді өкінішке орай. Тамаша қарымта шабуыл орын алуы мүмкін еді SD тарапынан. Ауттан допты ойынға қосты. Қысқа қашықтықтағы пас алмасу. Доп жетті қазір тыңнан қосылған Диас Құралбаевқа. Құралбаев 2-3-дің ортасында дегенмен қорғаушылар қайтарды. Екінші қарқынмен шабуылдайды қазір Жеңіс. Алыстан соққы бақтап жіберуге де болар ма еді? Жоқ. Қарбаласқан сәт айып алаңына жақын тұста әуелеген пасы дегенмен әріптестеріне жетпеді. Бұл жолы Мейіржан Құрманның пасы. Допқа талас. Пас алмасу. Жұмсақ пас, тамаша, сол қапталдан SD-нің шабуылы қауіпті болып кетуі мүмкін. Орта қарай. Соңғы сәтте ғана қазір қорғаушы Алишер Бекжанов қауіптің бетін қайтарды. Айтпегенде SD бүгінгі кездесудегі және жалпы маусымдағы алғашқы голын салуға әбден жақын еді. Ауттан алаң елері. Бас жетті. Қазір допқа талас және ойын тәртібі бұзылды Адиловтың тарапынан. Әлдайыр бірінші кезеңде оң қапталда өте керемет өнер көрсеткен еді. Жақсы кросстар, керемет әуелеген пастар. Мирас Қайратов жалғыз өзі қазір тосқауылда. Және айбалаңына пас әуелеген мүлдем қазір қиыс кетті. Бағанада айтқан болатын желдің әсерінен өте қауіпті болуы мүмкін деп. Қақпашылар үшін, қорғаушылар үшін кез келген сәтте өзінің бағытын өзгеріп кетуі мүмкін. Доп желдің әсерінен және сондай жағдай орын алды. Допты нақты қойып алу қажет. Қазір Құралбаевқа қарсы дөрекі ойнаған екен SD ойыншылары, қайталап көрсетті бізге. Қысқа ғана пас. Құрманов, Салықов. Қақпашы Саенканда қосып отыр. Және шабуыл оң қаптал арқылы өрбуі мүмкін еді. Әбілмансұр төленді. Және кезекті рет
Ауттан шабуылды бастап көреді қазір жеңіс ойыншылар. Айбалаңына енген сәт, мүмкіндік бар. Дәл қазір жақсы шабуылды бастап кетуге. Алла. Біздің дауыспен қатарласа темір жол пойыздың да керемет дыбыстары. Мінекей осындай бізге нағыз футбол атмосферасын сыйлап отырғандай. Сол қапталар қыла. Шабуыл жеңіс ойыншыларының тарапынан. Құралбаев, Диас топ сақтап қалды. Дегенмен соңына дейін ойнаған Бақытжан Анарбай тамаша допқа таласты. Әлде қарбаласқан сәт жалғасады. Қонақтар қазір өз шабуылын енді оң қапталар қыла өрбіткісі келеді. Дегенмен жылдамдық жетіспеді. Дәл қазір бұл жігіттерге алғашқы 10 минутта екі жақ тараптан да шабуылдар бар. Дегенмен толыққанды мәнді соққыларды байқай алар емеспіз. 0-5 бірінші кезеңдегі тіркелген есеп әлі де өзгеріссіз. Ну и у нас классическая футбольная ситуация. Одни не могут, вторые не особенно хотят. И, соответственно, это отражается на игре. Да, ЖНС свою задачу выполнил уже в первом тайме. Во второй половине больше стараются держать мяч, играть в свое удовольствие. А вот SD Family нужно стараться, но команде тяжеловато предложить высокий прессинг сопернику, пытаться цепляться за мячи на чужой половине. Ну и, соответственно, все у нас пока движется к тому, что разгрома СД избежать не удастся. Аут разыграли. Продвинулись на несколько метров хозяева поля. Фол зафиксировал арбитр. Перспективный стандарт для SD Family. Надо пользоваться. Навес в районе 11-метровой отметки. Защита первая на мяче. Здесь еще и фол в атаке фиксирует рефери. Этим шансом SD Family воспользоваться не сумел. Для тех, кто вдруг только включился, напоминаю, друзья, наблюдаем мы за матчем первого тура первенства второй лиги Северо-Восточной конференции. SD Family, а именно молодежка команды, встречается с молодежкой ЖНС. Столичное дерби, в общем-то, у нас. Матч проходит в Астане. Ну, если быть уж такими формалистами, наверное, надо уточнить, что все-таки Садықбек-арена находится в городе Қосшы. Это город, который находится в непосредственной близости от Астаны. Так, навес в штрафную площадь. Ну и здесь отбились. Игроки обороняющейся команды. Выше всех в этой ситуации выпрыгнул Тамерлан Ермек. А вот теперь, точнее угловой теперь для ЖНС. Бигжанов. Корнер собирается исполнить. Навес на ближний угол вратарской. Не прошла передача. Вторым темпом пытаются организовать атаку, но пас слишком сильный. Теперь от ворот ведет мяч в игру кипер SD Family. Небольшая пауза у нас возникла. И посмотрите, как прессингует ЖНС на чужой половине. И
удается за счет этого прессинга мяч себе забрать. И сразу опасная атака может быть. Входит в чужую штрафную. Мяч отскакивает. И удар. 6-0, друзья. Яросол Саликов. Да, именно он становится автором 6-го мяча в ворота SD Family. Здорово. Здорово действует сегодня GNS. Опять же, да, вот этот предложенный прессинг дал свои плоды. Здесь Миржан Курманов здорово вошел в штрафную. Дальше передача, казалось бы, на Камарадинова, но не успел Батыхан за этот мяч как-то зацепиться. И сразу 3 игрока обороны SD Family бросились накрывать Камарадинова, оставив совершенно одного Яросола Саликова. Яросол заносит 6-й мяч в ворота соперника. Пока идут по графику гол в каждые 10 минут. За 60 минут встречи 6 мячей забили. По логике вещей к 90-й должно быть 9-0. Ну, конечно, хотелось бы нам не то чтобы интриги, да, скорее чтобы добавить некого интереса к происходящему, чтобы SD Family себя все-таки в атаке проявил. Как мне кажется, терять уже нечего. Так, а у нас замена. У нас замена. Уходит с поля игрок, действовавший под 17 номером Альдаир Адилов. Вместо него под 72-м Даулет Худайбергенов на поле появляется. Очередная замена в составе SD Family. Так, в чате трансляции не подсказывают, что Хошев в другой стороне. Возможно, друзья, честно говоря, где-то услышал я эту информацию, что вот именно в этом пригороде находится данная арена. Если нет, можете уточнить. Комментатор очень легко признает свои ошибки. Тем временем 6-0. Да, работу над ошибками предстоит провести SD Family после такой встречи. По поводу возраста играющих команд нет какой-то привязки конкретной. Кому-то 19, кому-то 18. Это молодежные составы SD Family и GNS. Соответственно, до 21 года любой игрок данных команд может быть заявлен в составе. И не только. Добавим уточнение. Ну а тем временем Жансултан по флангу отдает передачу. Здесь вновь засуетился Анарбай. Мяч у него забрали. Вынос последовал от GNS. Опять на своей половине Сидуалиев за мяч зацепился. И аут для SD Family. Аут разыгран. Ну и пока как-то безыдейно действуют обе команды. Мяч мечется
с одной части поля на другую. Вот уже аут на противоположный. На дальней от нас бровке для Жингеса. Аут разыграли. Неплохо. И здесь до удара довели, но удар совсем мимо. Даулет Худайбергенов решил выцелить чужие ворота. Абельмансур Туленди, кипер SD Family в тайме втором, просит партнеров подняться повыше. Вынос Абельмансура. Кем из партнеров принят не был. И опять аут. Худайбергенов из боковой. И стандарт для Жингеса. Капитан в этой ситуации Мирас Кайратов. Стандарт зарабатывает. Напрашивается навес в штрафную. Через пас разыграно. А вот здесь пришлось даже Саенко из ворот выйти. Вынос недалеко. Ну и дальше аут. Иә, сонымен бүгін ой сұрай күйде жеңіліс тауып жатқан СД абырой голын сала ала ма деген сұрақ туындайды. Мирас Қайратов қазір сарыға алып отыр. Алла. Астананың маңындағы жел ұйытқу үстінде. Тағы да бір стандарт жағдай, әуелеген пас. Алғы шепте тұрған қорғаушылар допты кері қайтарды. Енді қарымта шабуылға шығып кетуге болады қазір жеңіс ойыншыларына. Тағы да мүмкіндік бар, ортаға қарай пас. Тривелламен жеткізілген пасты бірінші болып Абельмансур Төленді қолына қағып алады. Әйтпегенде Диас Құралбаев үшін жақсы мүмкіндік бар еді. Қарсылас қақпашымен рандевуға шығып кететін. Ауттан допты ойынға қосады қазір. Және кезекті аут бұл жолы енді ай балаңына жақын тұстан берілген еді. Қателік бұл тұста соңғы қорғаушы болып қалып қойған Бекжанов. Топты жоғалтып ала жаздады. Құралбаевтың пасы ортаға еніп келе жатқан Санжар Жұманов еді. Санжар ай балаңына Анарбай. Бақытжан қазір қарсылас әріптесімен пас алмасты, дегенмен қарсыластар бірінші болып допқа жетті. Қайтадан Құралбаев ортаға Әлшер Бекжанов болған. Жалғыз өзі болып топқа таласып жүрген Жигупаров. Тағы да пас алмасы Жұманов. Сол қаптал арқылы Құралбаев. Диас.
жылдамдығын өрбітіп қапталдан қосылып келе жатқан Санжар Жұманов бар еді, дегенмен оған қарсы қорғаушылар сенім түрде ойнады. Бұрыштама доба орын алады. Тамаша қорғана білді бұл тұста Жансұлтан Сейдуалиев. Сарыға қызы бар Жансұлтанға әрине бұлай сырғыт әдісін қолдану өте қауіпті, дегенмен таза допқа ойнап жатқандығын сенімді түрде білген Сейдуалиев бұрыштамаға айналдырып жіберді. Құрманов стандарт жағдайда орындайтын болады. Әуелеген пас және құрғақ жапырақтың көрінісі бар еді осы бір тұста. Бірден бұрыштама нүктесінен қақпаға қарай айналдырып жіберді. Әбілмансұр Төленді допты қайтарды Мейіржан Құрмановтың соққысынан кейін. Ендігі тұста Санжар Жұманов орындайтын болады. Әлде Құрманов бара жатыр ма? Екеуі де қазір бұрыштама жалаушасы тұрған бағытқа қарай беттеп келеді. Мүмкін қысқа паспен ойнатып жіберер ме? Жұманов келді. Бірден екі ойыншы қазір жақын тұста. Қазір тамаша мүмкіндік және қорғаушылар қайтарды. Жеңіс екінші арқымен шабуылдап көру мүмкін еді. Ал қазір тамаша пас, бірге бір шығып кететін сәт. Саенко Владислав дер кезінде қақпаны қалдырып алға қарай ұмтылды да бірінші болып жетті. Соңғы қорғаушы рөлін өзіне алғандай қазір Владислав. Соның нәтижесінде SD Family-дің бірге бір шығып келе жатқан сәті жоққа айналды. Құралбаев Диас тамаша, дегенмен бұл тұста әріптесі Мирас Қайратов допты өз ырқына бағындыра алмады. Тағы да бір пас өтпеді. Құрманов бос кеңістікке жұмсақ қана пас жеткізіп көргенде еді. Ойын тәртібі бұзылды доп қаталас кезінде. Бұл тұста ойын тәртібі бұзған 61-ші нөмірлі Ерасыл Салықов. Төленді жанында тұрған қорғаушымен пас алмасып қорғаныстан шығып келеді. Жансұлтан Сейдуалиев. Артқа қарай Тамерлан Ермек. Рахат Төлеген. Жансұлтанға Сейдуалиев. Бақытжан Анарбай. Жанс пен Бақытжанның пасы. Және Ерназар Дүйсековті, Ернияз Тілеулесте Әбілмансұр Көкеннің пасын қабылдамады. Екеуі де офсайдта қалып қойған дай бір сенім болды ау деймін шамасы. Допқа ұмтылмады да. Саенко ендігі тұста. Және Саенканың пасы қарымтасыздықтан бір-ақ асты. Ойыншы алмасады. Дәл қазір Санжар Жұмановтың орнына алаңға 52-ші нөмірлі Диас Қадырбек шығады. Және Ернияз Тілеулестің орнына 22-ші нөмірлі Никита Малеев шығып отыр. SD Family сапында Санжар Жұмановтың орнына қазір Диас Қадырбек және Наурыз Мейремхан да шоуға дайын тұр. Наурыз кімді алмастырады? Тоқсан 96-ші нөмірлі команда капитаны Мирас Қайратовты. 2-1 ауысым. Қайратовтың орнына Мейремхан. Ал Санжар Жұмановтың орнына Диас Қадырбек. Никита Малеев. Ернияз Тілеулестің орнына алаңға шыққан SD Family сапында. Мінекей. Ойынның 75-ші минутына таяр тұста осындай өзгерістер орын алып жатыр. Екі жақ тараптан
Екі жақ бапкерде осындай ойынға жаңа дем, жаңа қарқын бергісі келіп тұрғандай. Жеңіс үшін бұл кездесу меніңше 3 ұпайды сенімді түрде еншілеумен аяқталып отыр. Әлі де 15 минут уақыт бар, дегенмен алаң иелері 6-7 гол ұрып тастауы бұл өте бір фантастикаға баламалы сценарий секілді. Сондықтан да жаңа ғана алаңға қосылған Малеев қазір жарақат алып қалды. Алаң сыртына қарай шықса деп. Сейдуалиев ауттан. Қорғаушылар қайтарды. Диас Құралбаев тамаша жылдамдығын өрбітіп сол қаптал арқылы келе жатқан еді. Қазір Айбалаңына жеңіс ойыншылары енген тұста соққа қиыс бұрыштан 3 ойыншыны бірдей алдап өткен 61-ші нөмірлі Ерасыл Салықов қиыс бұрыштан соққы бағыттап жіберді. Пас бергісі келгендігі анық, әрине. Дегенмен қақпа бағанасына тиіп доп алаңнан шығып кетті. Сейдуалиев. Пас алмасу. Тағы да оң қаптал арқылы ізді. Қорғаныстан шыққысы келеді. Тамаша. Жансұлтан және жоқ жерден ойын тәртібі бұзылды. Допқа елік етуін бастамай жатқан Жансұлтанға қарсы Диас Құралбаев сырықты әдісін пайдаланып тұрып алаңға бірақ жыққан. Допқа талас, Кикілжің сәт. Және қазір 72-ші нөмірлі тыңнан қосылған Дәулет Құдайбергенов ойын тәртібін бұзған екен. Қадырбек. Құралбаевқа. Диас. Құралбаев орта қарай ойысты. Соққы жасайтындай көрінген еді. Ал қазір енді ғана алыстан бағытталған соққы. Мейіржан Құрманов оң аяғынан қайластырды. Тағы да пас алмасу. Және соңғы сәтте ғана қазір допты қайтара білді. Рахат Төлеген. Қадырбек. Диас өзінің аттасы Диас Құралбаевқа берді. Диас әуелеген жұмсақ пас. Соққы бағыттайтын ешбір әріптес табылмады қарсыластың айбалаңында, және Рахат Төлеген допты шығарып жіберді. Сонымен ойынның 78-ші минуты жүріп жатыр. Жеңіс дәл сол сенімді түрдегі ойынын көрсетуін жалғастыруда. Ну и пауза у нас небольшая возникает. Держится за лицо Бахаджана Нарбай. Неприятное ощущение. Свободно разыграли футболисты SD Family. Продвинуться через центральную линию не удалось. Сразу перехват. И здесь опасная атака Жинуса может случиться. Прострел в вратарскую. Безадресной получилась передача Диаса Хуралбаева в этой ситуации. Некому было замкнуть. Еще раз смотрим. Да, в общем-то, по науке, что называется, отдавал этот пас Диас. Но нападающего на пути мяча не оказалось. А вот для СД Сейдуалиев разыграл. Жансултан на мяче. И опять Давид Жинус на чужой половине.
Цепляются за мяч хозяева довольно неплохо. И вот здесь до чужой вратарской дошли, но удара сделать не случилось. Не получилось. Ну и в пауза. Кажется, врезался в рекламные щитки игрок SD Family.
Ну что, друзья, возвращаемся в эфир. Похоже, счет нашей встречи поменялся. Гол престижа удалось забить SD Family. Вот Альжан Махат становится автором этого гола. И счет уже такой неприличный. 1-6. Ну и как будто бы немножко раззадорили, да, Жингас этим взятием ворот. Играть остается около 3 минут до конца основного времени. Вряд ли будет много добавлять Кирилл Ткачев с учетом счета на табло. Ну и пока можем лишь поздравить Джина с этой довольно-таки уверенной игрой. И, честно говоря, ожидал я более-менее равного противостояния. Как, например, это было в прошлом сезоне. Еще раз вспомним те 2 матча. Первая встреча домашняя для SD Family завершилась со счетом 2-2. В гостях молодежка SD даже одержала победу 2-1. Ну и вот сегодня такой полноценный реванш. Причем очень крупный в исполнении Жингаса. И есть возможность забить еще. Гиас чужой штрафной. Сразу против 2 соперников. Здесь решил финтить. Ну и в итоге потери. И теперь что, аут, по-моему, для SD Family, да? Нет, нарушение правил. Нарушение правил было. Бахчан Анарбай исполнит этот стандарт. Навес следует. Прямо в гущу событий. Удар заблокирован. Опасный довольно-таки стандарт был для SD Family. Но забить не удалось. Здесь попытка контратаки. Но как неуклюже Давид Сергеенко за мяч цеплялся в этой ситуации. И теперь аут на чужой половине. Последняя 90-я минута игры. Диас Хадарбек аут разыграл. Сергеенко, и опять защита справляется, отводит угрозу. Да, очень яркий первый тайм мы с вами посмотрели в этом матче. Опять же, вспомним главных героев. Хет-трик Батыхана Камарадинова. Вписывает себя в топы лучших бомбардиров второй лиги. С этим результатом дубль Хамза Якуди, я думаю, тоже будет присутствовать в бомбардирской гонке. Ну и как итог, первый тайм, все помните. (5-0). Благо и во втором тайме голы мы с вами увидели. Не без этого. В целом довольно яркая игра, подчеркивающая, насколько неплохой молодежный состав у Жингаса. Вот так скажем. Альжан Махат SD Family сапындағы жалғыз голды салды. Және осымен кездесу аяқталды, құрметті көрермендер. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Жеңіс командасының жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Комментаторлық қызметте болған Еркебұлан Амангелді, әріптесім Дидар Есемов. Жеңісті күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар. Екінші лигадағы маусым құтты болсын баршамызға.